Рика қаласына батырмыз. Сезон бітіп жатыр, адам аз, короче. Қалың киініп алып жолға шығып жатырмын. Польшада күн суық, Хорватияның ауа райына қараған, бірақ жылырақ Хорватия. 20 градус, 22-25 сондай градус аралығында. Рика қаласының аэропорты. Жалпы жаздық туризм сезоны бітіп жатқаннан кейін адам жоқ. Пустой, короче. Хорватия Шенген зонада болғаннан кейін ешқандай паспорт контроль болмайды. Сыртта күн ауа райы жылы. Футболкамен жүруге болады. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Мен Хорватия мемлекетінде Rijeka деген қаласында тұрмыз. Жалпы Хорватия бұрынғы Югославия мемлекетінен бөлінген мемлекет. Бұл қазір негізі 6 мемлекет болып бөлінген Югославия мемлекет 91 жылы. Негізі жетеу десе де болады, Косово деген мемлекет бар. Оны біраз мемлекет тәуелсіздігін мойындайды, біраз мемлекет тәуелсіздігін мойындамайды. Қазақстан ол мемлекеттің тәуелсіздігін мойындамайды, Косовоны. Хорватия туралы айтайық қайтадан. Хорватия астанасы Загреб деген қала. Жалпы бірақ мен ол астанасын қазір бармаймын. Астанасы ол мынандай Адриана дейді ғой, жағалауынан алыс жерде да. Ол Хорватия негізінен көп жері осы Адриана теңізінің жағалауында орналасқан. Көріп тұрғандарыңыздай арт жағында өте әдемі болып тұр. Жалпы Адриана теңізінің ар жағында Италия, бер жағында осы Хорватия. Ең үлкен қалалар сол Загреб, астанасы, одан кейін Задар, Сплит, Rijeka, осы 4 қала үлкендері. Планым бойынша жалпы 4 қаланы көру, жоқ дегенде осы жағалауындағы бірінші осы Rijekада боламын, сосын Задарға барам, Задардан кейін Сплитқа барам, Сплиттан кейін Дубровникқа барам. 4 қаланы жоспарлап тұрмын, Дубровниктан қайтамын. Экономика жағынан айтып өтсек, 91 жылдан тәуелсіздік алғаннан 95 жылға дейін бұл мемлекетте соғыс болған. Халқының саны 4,5 миллион соғыс болған. Соғыстан кейін ел экономикасы жақсы көтерілген. Жалпы 2009-дан бастап НАТО-да бар, 2013-тен бастап Евросоюзда бар, ал 2023-тен бастап уже Шенген зонада және евро уже. Бұрын валютасы күн болған екен, ал қазір евро. Евроны барлықтарыңыз білесіздер. Жалпы жылына 20 миллион турист демалады дейді ғой, Хорватияда жылына 20 миллион. Жолдар өте жақсы екен, Хорватия енді Югославия мемлекеті, бұрын ол Югославия, ол коммунизм мемлекеті болған ғой. Тоже Қазақстан бұрын бөлінген сияқты, СССР-дан. Сол сияқты бұл да бұрынғы коммунизм мемлекеті деп аталады, содан тараған мемлекет, Қазақстан сияқты бір сөзбен айтқанда. Бірақ солардың ішіндегі ең жолы күшті, мысалы Қазақстан бар, осы Хорватия бәрін салыстырады ғой, осы коммунизмнан бөлініп шыққан мемлекеттердің ішінде қайсының там жолы несі жақсы деп әр неден саладан салыстырады. Солардың ішінде Хорватияның жолы бірінші орында тұр екен, бірінші орында. Жолдар өте күшті. Өйткені мен аэропорттан 20 километр жер болды, аэропорт осы Rijekaдан. Аэропорттан осы Rijekaға дейін келгенге дейін 3 туннельден өттік. Өте жолдар жақсы жасалған. Бір сөзбен айтқанда ол жерін мойындау керек. Табиғат өте күшті екен, табиғатта адам аз келсе білмеймін. 20 миллионнан көп келетін шығар жылға. Жалпы өзіме қатты ұнады Хорватия. Егер жолдарыңыз түсіп жатса, бұл мемлекетке міндетті түрде келіңіздер. Ресторанға келдім, тамақ ішіп алайын деп. Қарын деген ашып кеткен. Короче, жареный кальмар алдым, майға қуырылған. Және картошкамен, нанмен. 15 евро болды жалпы. Мұндай ресторан бұрынғы ескі заманның рестораны десек болады. Сондай түрде жасалған, короче. Көрсетіп жіберейінші сіздерге. Өте. Тамағым. Картошка и наны бар. 15 евро. Менің ойымша 15 евро Хорватия үшін қымбат емес деп ойлаймын жалпы. Даже Еуропа үшін. Тамағымыздың дәмін татып көрейік. Мен аш болып тұрмын ба, тамақтан білмем. Тамақ көрінбей тұрған, кальмар, нанмен. Нандар да тәтті ма бірдеңе ғой. Неден жасалған бәрін?
Шабалым ғой. Осының бәрі 15 еуро тұрады. Прикинь. Картошкасы көп. Картошка, кстати, кишки. Үшін келіп жатсаңыздар Хорватияға. Жарым кальмар алып жүріңіздер. Дешкі. Кәнді. Ресторан аты. Жалпы Рика қаласы болады, әдемі екен. Ұнап жатыр. Қатты үлкен емес, бірақ қандай жайлы келген да. Ан жақта таулардың басына дейін шығып кеткен ғой үйлері. Сала міне. Қаланың барлығы адам осы көшеде жүрген сияқты. Ұзын көше. Иә. Осы көшесі мен тағы танымал екен. Жалпы. Қазір сезон бітсе де туристер көп екен, иә. Қала ондай қатты үлкен емес те, кішкентай ғана қала, жалпы. Бірақ мына здание толығымен Zara, короче. Ішіне кіріп бағаларын көріп қайтайық. Киімдері қанша деп тұр екен. Әрине күншітінші қыздар тұр. Ой, ерлердікі 3-ші этаж ба? Жұмыс жасамай қалған ғой. Балаларды. Ерлердің етажын шығамыз дегенше шаршып кеттік қой. Істемей қалған нелердің ықпал. Бағалары 70 еуро дейді. Қымбат сияқты, мынау нормаль сияқты 39 еуро дейді. 40 еуро короче. 60 еуро. 40 еуро. 30 еуро. Ондай берем ғой. Қанша? 70 еуро. О, әдемі. 30. 36 еуро. €90. Мыналардың бәрі 16 еуро ма сондай? Нормально. €26. €36. Вот шоп. Парфюмдер. 18 еуро.
бағалар енді қымбат емес, арзан да емес, примерно орта баға сияқты. $30 дейді. Мынау күшті екен. €60. Шампанларды көршірек. €26. Мұның бәрі €26. Мынау €40 дейді. Мынау күшті екен. €60 дейді. О, классика. €60. Шалбарлар €30. Вот, нормально. Алқы шалқып бара жатқан қатты қымбат емес. Орта қалбағы да арзан да емес, қымбат та емес. Енді Зара жалпы Еуропада солай өзі. Қымбат та емес, арзан да емес, орта қалбаған ұстайды Зара. €80 дейді маған. Жоқ. Нормально. Сонша. €26 екен. Мынандай бірақ. Қыздар түскенек соқпа алмай, кішкене біліп бар екен. Наушник салатын бар екен бақ. Безрукавкалар қанша? 40 дейді. €40. Мылтық қайттық. Мына көше жалпы хостелден шыға салған көше жоқ. Жалпы хостел 2 күнге €50 болды. Сезон аяқталып жатса да баға ондай қатты төмендемепті. Хостел үшін енді қымбатырақ. Бүгін жаңбырлы күн. Кішкене замоктарына баратын жол. Мына қарай біраз жер көтерілейін деп тұрмын ғой. Не осылай әдемі баспалдақ. Мынау прикинь, біреудің үйі ғой. Күшті да. Қандай жерде үйің бар. Қала сенің алақаныңдай. Мынау да тоже біреудің үйі кіре берсе. Міне. Таудың басына шіркей салып қойған ғой. Базар жоқ. Мына жақта саябақ екен. Замоктарына барайық. Мына жерден де әдемі көрінсін.
тарапына кіретін жағы. Мына замок вроде Рим империясы кезінде салынған. Қателеспесем егер. Сара жерім. Иә, Рим империясымен салынған бұл замок. Қазір 30 сентябрьге дейін жаздамыз. 3 слот екен. 1 октябрьдан бастап уже 2 евро. It is. We were under the rule of Venice for one trade. Кірдім, 3 евро. Қандай көрініс. İşte yapacak. Yalan. Район, который был и первая фабрика по производству сахара, по производству мыла, когда были Иә. Орысша түсіндіріп жүр. Маған камерамен түсіп тұруын бір түрлі ағады. Тегін ештеңе жоқ деген сияқты. Жаңа жатып көрсететін бұл 3D, иә. Үсті барлап, үстіне көре аласыз. Осындай көрініс. Ашу көрейік. Күшті. Қанша ақша жатыр ашыне? 11 ақша. A posebice jer bez vašeg interesa i iznimnog ulaganja lako moguće da danas Trsatskog kaštela skoro pa ne bi ni bilo. Pronalaženje adekvatne namjene, bez da se narušava integritet baštine koja pripada svima, a posebice na ponos i zadovoljstvo lokalne zajednice, jest pristup koji se i ovdje primjenjuje. Аса әжелері ғой бірісімен айтқандай қайттық қой. Үстіне қарай шығайық, басқа жағына қарай. Десь не буде старше, так? От він десь не є максимум. О, қандай күшті.
Просто вау. Кісі кит сияқты. Орысша түсіндіріп жүр. Хорватия тілі ұқсақ болады шығар. Енді кейбір тілдер ұқсақ болады, иә. Вау. Мына жаққа міндетті түрде шығу керек қой. Міне. Жалпы мына замыттың ішіне ондай ресторан жасап қойыпты. Күшті. Есігі бірақ жабық екен. Астынан кіресің мына жақтан. Іші примерно мынандай ғой. Күтіп оңдарамыз. Мына ішіне кіру керек. Ресторан бар. Осы замыттың тарихы жазылған ғой бір сөзбен. Айдахарма или Атишпа? Басы қораз болып тұр. Бірақ қанаты бар. Қанаты, айдахардың қанаты әрине. Құйрығы. Мына жақта да бар. Анау пышақ істеп тұр ма? Не істеп тұрсыз? Оған көріп жүрейік. Білмеймін не істеп тұрғанын. Таяқ па бірден істеп тұр. Мынау ғой қалқан ұстап тұр. Әдемі екен енді. Мынандай енді биік жердеміз, адамдар ергеді ғой. Қарны қатты шыққан походу. Доставка заказ берген ғой. Айтпақшы, доставкада негізде мына жерде индустар, иә. Кешеден бері только доставка істеп жүрген, только индустарды ғана көрдім. Орталық саябағы. Сулары тұнық екен. Күшті. Жаңа балықтар жүрген.
Қазір уже көрінбейді. Көрініп тұр ма сіздерге? Иә. Саңырау уақытта жеуге болатын не болмайтын. Біріншісі маған көрініші жеуге болады, одан кейін қалғандарын бәрін сонымен жеуге болмайтындар бар. Конечно, öyle koyusu çuğu oldu derken. Жақсы екен негізі. Жазып қойғанды қайсы жеуге болады, қайсы жеуге болмайды жалпы. Осындай әдемі шіркеулері бар екен. Жалпы қала үлкен емес. Егер таңертеңнен кешке дейін жүретін болса, бір күнде аралауға болады бәрін. Мына тұрған туннельге кіріп шығайық. Туннель бұл екінші дүниежүзілік соғыс кезінде салынған туннель екен. Бомбалардан қорғану үшін ішіне жалпы кіріп шығайық. 2 евро тұра ма, сондай екен. 2017-тен бері ашық дей ма, типа адамдарға, туристерге. Билет алып алып. Сканер жасау керек екен. Ого, тәу екен, кәдімгідей туннельдер. Басашық. Короче, соғатынар, ішіне жағын көре кірсе, өткенен мынау туннель ғой. Ыңғайлы жасалыпты. Шор есік. Топырақ. Тастарлайды. Кіші салқындау. Өзім жалғыз жүрмін, ешкім жоқ. Жалпы туннель жақсы салынған туннель екен. Асет ұстай ма? Мына қара жүргенші. Ұстамайды. Интернет туралы айтатын болсам, интернетте 10 күнге туристерге арналған сим-карта бар екен. 10 күнге 10 евро, интернет безлимит. 180 минуттағындай телефонмен звондасаң Хорватияның ішінде. Ешкімге звондамайсың ғой бұл жақта. Өте ыңғайлы екен, 10 күнге ғана. Мен 8 күн болған Хорватияда. Что маған өте ыңғайлы, безлимит интернет, жалпы өз қалағанша қолдана аламын ғой, дұрыс айтқанда. Жүр адамдар қыдырып. Түнелден шығатын 20 сияқты негізі.
былай қарай барып көрейік. Міне. Соғыс енді түнелдің ішінде атыс болып жатса мүмкін тығылатын жер шығар бір мені. Енді сондай деп ойлаймын, өзі жоқ. Қорқынышты оларға. Болды? Басқа ешқайда жоқ. Езіліп отыр ғой. Есік екен да, бірақ жауық екен қазір. Или есік емес па? Білмеймін. Туннельде айтпақшы, сонда камера бар екен. Бағана билет алып жатқанда көрген болатын. Бірақ ол камераларды мен көрген жоқпын. Қайда тұрғандарын. Камералардың үстің жағында тұр. Зона екен, жалпы менің ойымша мұндай түнелдік артық етпейді. Әрбір қалада осындай мысалы ұзын бомбадан құралған түнелдер керек. Құдай сақтасын, әрине соғыстан мұндайдан аулақ болайық. Бірақ бұл өте керек не? Швейцария мысалға халқының 100% түнелге сыйдыра алды, өзінің халқының 100%. Хорватияны қаншалық сыйдыра алдым білмедім, бірақ Хорватияда түнелдер менің ойымша көп емес. Жоқ, жалпы түнел көп Хорватияда, бірақ олардың түнелі андай жолдан өтетін түнелдер ғой. Бірақ олар да жарай береді, егер соғыс бірдеңе болып қалатын болса, мысалы түнел, жол, машина өтетін, метро, осындай түнелдер бәрі жарайды негізі. Сондықтан жалпы түнел өте жақсы, халық үшін жақсы дүние, керек дүниенің бірі, бір сөзбен айтқанда. Түнелі тым ұзын, бітпей кетті ғой. Походу бітті. Бітті түнел. Түн жақтан келе жатқан. Түнде де алғаш айындап шықтым да. Сағат қазір 9. Бұдақта концертті бірдеңе болып отыр. Жалпы Еуропа үшін суық, қазір 13 градус қана.